Так, келесі аят бізде қараңыз, бірінші немен басталып жатыр? Хамза не істейміз? Қай жерден шығады бізде хамза? Лақтыру арқылы шығады. У. Қараңыз, егер мен осылай оқысақ, илахин жоқ болмайды. Ең алқымның төмен жағында. Оған бір ауа керек емес, ентігу жасамайсыз. Ол жақыр. Кәдімгі жария әріп ол. Одан кейін қараңыз, ләм әріпісіне біз не көрдік? Мына алифті көріп тұрсызда, ол мәт тобиға нешеге созу ваджиб? Екеге ваджиб. Илахин. Одан кейін васыл хамза көрдік па? Не істейміз? Нунға кіреміз, ғунаға кіреміз. Илахин. Енді бірге. Илахиннас. Син әріпті жоқ жерде пайда болған сүкун, ол қандай сүкун? Арт сүкун. Онда алдына мәт әріп келсе? Нешеге ваджиб? Екеге ваджиб. Жайыз. Біз 4-пен бастадық па? Барлық жерде біз немен аяқтаймыз? 4-пен аяқтаймыз. Одан кейін син әріп ақысын беру үшін ол хамс, ауа кетті. Одан кейін син әріп ақысын беру үшін ол рахуа жалғаса береді. Одан кейін истифалі женишке инфитах қысымы жоқ. Одан кейін оның бойында қарама қайшылы сипат, ол сафир үсіқыру. Тағы да айтам, син әріпті дыбыстаған кезде тілді тікестайсыз. Осылай көтеріп келсе, болмайды. Нас деген нәрсе. Илахиннас. Машалла. Келесі аят.